Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз осындай сникерс пирогын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа, 100 грамм қант, 200 грамм ертілген май, 300 грамм ұн, 1 пачка разрыхлитель және де 60 грамм какао керек болады. Заттардың бәрін араластырып болған соң жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын қамырымызды қойып қоямыз да ішіндегі начинкасына кірісеміз. Ішіндегі начинкасына 1 банка вареный сгущенка мен және де 100 грамм арахис, ашылған арахис керек болады. Оны араластырып болып қойып қоямыз. Сосын жаңағы қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін кішкентай, біреуін үлкен бөлікке. Үлкен бөлігін формамызды алып, жайып шығамыз. Сөйтіп оның ішіне начинкасын саламыз. Начинкасын салып болғаннан кейін жаңағы кішкентай қамырымызды алып, оның үстін теркамен өткізіп, пешке 200 градусқа 25-30 минутқа пісіреміз. Міне пирогымыз дайын болды. Оны үстіп ыдысқа салып, енді үстіне сахарный пудра сепсеңіздер болады, сеппесеңіздер де болады. Өздеріңіз қалағаныңызша. Міне енді қазір кесіп көреміз. Өте жұмсақ, өте нәзік сникерс пирогы дайын болды. Және де өте жылдам дайындалатын пирог. Ал ас болсын, жақындарыңызға өстіп қуантып жүріңіздер. Және де менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.